Ал бір-екі үш қолсоқ айық жамағат. Бүгінгі той келін той деп аталады. Келет қожалар емінде, бір үйдің төрінде, тағы да бір ұрыңыздар шапала. Келет қожалар емінде, бір үйдің төрінде, тағы да бір ұрыңыздар шапала. Шаң жолатпай еркелетіп маңдайды, той тұрағын бүгін арнайды. Басты белінен бұрайып, сән салтанат құрайып, ағамызға, апамызға шапалақ орайып. Басты белінен бұрайып, сән салтанат құрайып, той иесіне шапалақты орайып. Қошемет, шапалақ соло маясыра музыка болып тұрсын. Рахмет Темір аға, Замир апа, той құтты болсын. Енді мына жаққа келіңіздер. Ағайындар, қараңыздар, бүгін осы жемей жетіріп, кимей кидіріп, әлпештеп, аялап, осы күнге жеткізіп, бүгін осы перзентіне әдемдеп той жасап беріп жатыр. Той елінде той құтты болсын дейміз. Бүгін қараңыздар, ақ түйенің қарны жарылған күн. Бүгін осы неше жыл бойы күткен күн ағайындар. Темір аға, тойыңыз құтты болсын аға. Дүниеде кім күшті десе, әрине ол ана күшті екен. Неге десеңіздер, не бір патша сұлтандар ананың үстін ішті. Ағайындар, мен сіздерге айтар болсам, гүлденген аналардың мейірімі мен жердің үсі. Біздің қазақта бір сөз бар: жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Осындай анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Дүниеге бізді келтірген, ақ сүт берген анашын, перзентің болдың, қуандың, періште көңіл пәктікпен бесікте жатып мазалап, талай бөлік ұйқыңды ақ сүтің сорып жұбандық, тәрбиелеп бізді өсірген, ақ сүт берген менің анашым. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әрбір гүлін ерінбей жинадың сен маған. Есейіп кетсем де мен саған сәбеймін, көгілдір көктемді анажан сенің көзіңнен танимын. Әрине аналарымыз аман болсын, аналарымыз сау болсын. Әрқашанда бүгін осы Замир апа, анашым менің, бүгін осы перзенттеріңізге өзіңіздің аналық тілектеріңізді, ақ ниеттеріңізді, ақ баталарыңызды беріңіз мархамат. Ойнап, билеп келейік ортамызға. Келіңіздер, құрметті құдағилар. Құда болсаң шыда деген бір қазақтың бір әдемі әні бар. Билеп келейік ортамызға. Шапала, қошемет болып тұрсын. Құда болсаң шыда. Супер мұнari. Құда болсаң шыда. Құдари, супер мұнari. Құдағилар, ойнап. Билеп. Ойна! Екі құдағиға бір қол соғып қойайық, ағайындар, шапалақ қатырағына. Енді сіздерге бір кішкене әзіл сұрақтарымыз бар. Осы екі жас бақытты болсын ба? Болсын, әрине, болсын. Екі жас бақытты болсын. Бақытты өмір сүрсін ба? Ол қыздары көп болсын ба? Онда екеуін тыныш жүресіздер. Бәленің бәрі сіздерден шығады. Әрине әзіл, ал көз қағыстырып қоямыз, үш рет бая сұра музыка болып тұрсын.